армысыздар. Қазір біздерде андай бір қате түсінік қалыптасып қалған да. Былтыр осындай кезде су тасқыны болды ғой батыста. Соны жаңағы тәңіршілдердің кесірінен болды. Құдайсыздар көбейіп кетті. Алматыдан кім еді? Арман бірдеңе деген. Сондай бір не өткізген ғой, рәсім өткізген ба, соның кесірінен болды деп. Сосын айтты, анау садақа бермегендеріңнің кесірінен деді анау Ризабек деген адам. Сосын Түркияда жер сілкінісі болған кездерде де адамзаттың азғындауынан болады бұндай нәрсенің бәрі, адамдар азғындағаннан деп сөйтіп шықты. Жалпы осындай апаттарды біздің дінге сенбей қоюымыздан немесе азғындап кетуімізден болды дейді. Ал бірақ соңғы пайғамбар неге арабтарға түскен десең, өйткені арабтар азғындап кеткен еді дейді. Сол үшін арабқа түсті дейді. Құдай тағала сонда ол арабтарды жарылқап, мә сендер азғындап жатыр екенсіңдер, сендерге пайғамбар жіберейін деп түзетіпті ғой енді. Бізді неғып солай түзетпейді, пайғамбар жіберіп. Бізді неғып азаптай береді, сендер азғындап кетсіңдер, сендер садақа бермей жатсыңдар, сендер Құдайға сенбей жатсыңдар деп. Бізді неғып азаптайды. Сосын анау Лұттың қауымы бар ғой, соны жойып жіберген. Неге жойып жіберді десе, олар азғындап кеткен еді дейді. Бұл жерде қарама-қайшылық болып тұр. Арабтар азғындап кеткен болса, сол кезде жойып жібере салу керек еді, оп-оңай қылып. Бірақ арабтарды жоймайды екен да. Бұл дегеніміз арабтардың ойлап тапқан ертегісі, өйткені өз жағына алып тұрды. Біз азғындап кетіп едік, бізді міне осылай Құдай түзетті. Сосын енді неге біз сол арабтар азғындаған екен, одан кейін оны түзеткен екен. Сол азғындаған халықтан неге біз үлгі алуымыз керек? Бұл деген жаңағы арабтардың өздерінің ойлап тапқан жалпы діні. Дін солардан келген. Барлық нәрселері солар жайында айтылған. Бүкіл оқиғалардың бәрі сол жерде болған. Бүкіл анау пайғамбарлардың 25-і де сол төңірекке түскен. Бәрі бір жерге түсіре берген. Енді ойландырады ғой адамды, бір жерге неғып түсіре береді. Бұлардың бәрі азғындай берген ба? Сол жердің халқы азғындай берген. Бірақ енді біз азғындасақ неге бізді олай жазалайды деген сұрақ қой бұл жерде. Айтпақшы, дінге кірмей жүрген адамдар да айтады ғой енді. Сендер шайтанға еріп жүрсіңдер, сендер шайтан бар іштеріңде деп. Анау Лұттың қауымын солаймен қырып жібергенше неге шайтанды жазаламайды? Енді олар шайтанға еріңдер дейді ғой, шайтанға еріңдер деп жазалап тұр, адамды жазалап тұр. Бұл жерде шайтанды жазалау керек қой негізінде. Адамдар білмей еріп қояды мысалы. Ана азғырып жүрген неге шайтанды жазаламайды мысалы? Бізге де солай мысалы Қазақстандағы адамдардың намазға тұрмауына шайтан кінәлі. Демек шайтанды ақылға шақыру керек негізінде. Шайтанды түзетіп алу керек қой, главное. Шайтан түзелсе, адамдар ол түзеледі негізінде. Шайтанның арбауына түсіп қалып жатыр ғой енді адамдар. Ана шайтанды түзетіп алу керек негізінде. Главное сол. Главное ана басындағыны түзету керек қой. Біз ана бер жағындағыларды қырқа бергенменен ол тамыры бар нәрсе өсе береді ғой. Сол шайтанның тамырымен алып тастау керек іліспен қосып. Сол кезде адамдар дұрыс жолға түседі. Енді айтуы мүмкін біреулер жаңағы шайтанды жіберіп қойыпты әдейі адамдар сынау үшін деп. Ол не сынақ ол? Және ол түзелмесе сосын барып қырып тастайды екен де түгелмен бір қауымды. Ол олай болмайды ғой, ол жауыз болады онда, жауыздық болады. Онда ол ондай Құдай, ол мейірімді Құдай болмай қалады ғой. Негізінде біз Құдайдың мейірімділігінен сиынып жүрген жоқпыз. Біз Құдайдың қорыққанынан, ол Құдайдың жауыздығынан сиынады адам негізінде. Мейірімді болып, адам бір мейірімді адам көрсе, соған бір адам жақындайды ғой өзі бір. Жұлдыздың жарасы дегенде, әке-шешең мейірімді болса, жақсы көресің деген сияқты. Сондай Құдайда мейірімді болса да жақсы көре алады ғой адам. Қорқыта бермей-ақ мысалы. Біз негізі қорқаннан жақсы көрмейміз негізі, просто қорқамыз да. Бұл жерде шын көңілмен жақсы көру керек қой негізі.